Ақмола облысы бойынша 1932 жылдан бастап алтын өндіру тарихы бар. Солтүстік Қазақстан облысында Қаззолото өндіріс бірлестігі ашылды. Алғашқы жылдары 7,2% пайда әкелді. Ал 2021 жылы Қазақ алтын өндірісі алтын алмас өндіріс бірлестігінің бір бөлігі болды. Қазіргі таңда 10 мыңнан астам жұмыскерлер бар. Осыған орай 90 жылдығына байланысты Степногорск қаласында тарихтың өткен және қазіргі алтын кезеңдеріне арнайы фотокөрме ұйымдастырылған. Сонымен қатар кітаптың тұсаукесері өтті. В прошлом году, поддержав нашу инициативу, Өткен жылы біздің бастамамызды қолдай отырып, компания басшылығы кітапты естеліктер мен шахталардың даму тарихы форматында шығару туралы шешім қабылдады. Іс-шараға біз құрметті ардагерлерімізді, қазіргі жұмысшыларымызды шақырдық. Осы кітапқа өз материалдарын бергендер, жалпы формат ерекше болып шықты. Кітаптың дизайнынан бастап басылымына дейін бір жыл өтті. Бүгінгі күні беттерде өзін кәсіпорынмен байланыстыратындардың барлығының естеліктер мен тағдырлары көрсетілген. Және 500 дана кітап тиражы басылымға шықты. Ең алғашқы кітаптар ардагерлерге табысталды. Әміржан Әлпейісов шахтерлардың ұрпағынан ең алғашқы жұмыс кәсібін Бестөбеде бастадым дейді белгілі жазушы. Это действительно историческое событие. Бүгін шынымен де тарихи оқиға. Кітап шығару бұл әрқашан ұрпақты байланыстыратын алтын жіп. Мен үшін өте құнды дүние кітап деген. Бүгін арнайы келдім, жерлестеріме қолдау көрсеткім келді. Кітаптың ішіндегі мақала біздің отбасымызға да арналған екен. Менің атам шахтаның ашылуынан бастап жұмыс істеді. Әкеміз оның ісін жалғастырды. Біртекеле мен де шахтада жұмыс істедім. Алтын алмас кітаптың шығуына демеу болды. Айта кетерлігі шетел азаматтары да бұрын жұмыс істегендерде осы шараға қатысты. Келесі жоспарда электрондық нұсқасын жасау. Бұл кітапты жаңа материалдармен толықтыруға және оқырмандардың көп санын қамтуға мүмкіндік береді. Жанерке Төлен, Александра Гаурт, Павел Соловьев, Көкше ақпарат.